махаббаттың жылулығын сезінетін осындай Сейсенбек ағамыз бен Ләззат апайымыздың жастарға үлгі болатынына себепкер болатын жаңадан шыққан Ару қала Астана әнімді қарсы алыңыздар. Біздегі Марат ағамызды бір әнмен жіберетін ниетіміз де жоқ еді. Марат аға, керемет әніңізді тыңдайық. Онда болса, ортақ шығыңыз аға. Қошеметтеріңіз қымбатты қонақтар, қымбатты қатысушылар және де бүгін қуаныш иелері. Марат аға, сізге көп рахмет. Арнайы Астанадан осындай керемет біздің қуанышымызға ұшып келгеніңіз үшін, қуанышымызға ортақ болғаныңыз үшін аға. Ендеше орныңызға жайғасып, қонақ болыңыз. Орын алыңыз. Той басталды. Қошеметтеріңіз. Қазір ет дайын болғанша біз кішкене тойымызды жалғастыра берейік. Әзірше әнге құлақ асыңыз тілегіздерге. Құтты болсын шалқар тойың, тарқамасын үйіңнен қызық ойын. Бақытына кенеліп екі жанның, тола берсін ырысқа, қоныш тойың деп тағы да бір рет Сейсенбек аға мен Ләззат апайды тоймен құттықтап қояйық. Қошеметтеріңіз. Ал жақын, білесің ғой, осы бізде бүгін қонақтар өте көп. Әрине. Сонымен қатар, ән айтқысы келіп тұрған, тілегін білдіргісі келіп тұрған қонақтарымыз ерекше көп. Әрине. Уақытымыз аз, сондықтан тағы да бір қонақты шақырсақ қалай қарайсың? Өйткені ол кісілер де айтқан болатын, біз қалауым бағдарламасында егер де алғаш рет той болса, міндетті түрде келіп ән айтамыз деген болатын. Міне уәделерінде тұрды, олай болса ортамызда Қазақстан Республикасының еңбегі сіңірген әртістері Жазира және Жанболат. Жанболат және Жазира, ағамыздың әпкемізді қошеметпен қарсы алайық. Қошеметтеріңіз. Қош келдіңіздер. Жанболат аға, Жазира әпке, қош келдіңіздер. Қош келдіңіздер. Міне, тойға да жеттік. Тілектеріңіз болса, пікірлеріңіз болса, махаббат. Ассалаумағалейкум. Құрметті бүгінгі келген қонақтарға бүгінгі қуаныш құтты болсын деймін. Махаббат деген адам баласындағы бір таусылмайтын сезім ой іштегі. Сондықтан махаббатты, сезімді суреттеу, сөзбен жеткізу мүмкін емес. Сондықтан әрқашан махаббат болсын деймін. Махаббат. Бар жақсылық тілеймін негізі. Бүгін қалауымда керемет той болады дегесін біз міне жүгіріп жеттік. Шындығында да сіздердей керемет жылы жүзді адамдардың бас қосып жатқанына қуаныштымыз. Бақытты болу ешқашанда кеш емес. Бақытты болу әркімнің міндеті. Сондықтан да осы қалаулым бағдарламасында бүгін міне жақсылық болып жатыр. Көптеген адамдардың үміті оянып жатыр деп санаймын. Көп рахмет. Керемет. Жанболат аға, Жазира әпке, бүгін шынайы той болып жатыр. Енді сіздер әрқашанда тойдың ортасында жүресіздер. Техникалық ақаулар дегенді білесіздер. Сіздердің әндеріңіз кішкене дайындалу үстінде кешігіп жатыр. Дайындалып болғаннан кейін сіздерге кезек әнге берсек. Ал қазір орындарыңызға жайғасып... Тойдың орын алыңыздар қазірше. Орындарыңызға жайғасып отыра тұрсаңыздар. Ал қазір дәл осы сәтті пайдаланып, бір қатысушылардың арасынан тілек естігіміз келіп отыр. Ортаға Инжира мен Бақытжан ағаны шақырсақ, қошеметпен. Қошемет.
алғашында той болады, кімде болады екен деп өзіміз бір-бірімізге өзара сұрақ қоятынбыз. Енді міне ойда жоқта ең соңғы келген кісі бірінші болып үйленіп отыр. Өте қуанышты жағдай. Сондықтан да барлық қатысушылар тілек айтқымыз келеді. Бірақ та бәрінің атынан арамызда үлкен кісі деп Бақытжан аға мен Индира ханым шақырып отырмыз. Ал қанеки ақ тілектеріңізді паш етіңіздер. Сейсенбек аға, Ләззат апай, сіздердің бүгінгі көктемнің екінші жартысын ашқан күндеріңіздегі мына алғашқы қадамдарыңыз құтты болсын, ұзағынан болсын. Сіздерге тек қана бақыт тілеймін, бақытты күндеріңізбен өткізіңіздер, қалған Алланың берген жасын. Тек жақсылық болсын, мынау бізге қалған мына жақта отырған бойдақтарға, осы мемлекетіміздегі бойдақтарға жұғысты болсын. Тек қана жақсы тілектер айтылып жатыр, мына жұлдызды қонақтар келіп жатыр, ол барлық тілектер қабыл болсын, соның бәрі орындалсын деп тілек айтқым келіп отыр. Ләззат апай, шын жүректен құттықтаймын сізді. Жаңа кімнің Ақжарқынның айтқанындай жүгірген алмайды, бұйырған алады деген. Міне 4 айдан бері жүгіріп жүрміз. Бұйырған ане келді. Осындай етіп күліп, жайнап жүре бергейсіздер. Сіздердің үйіңізге осы әрдайым той деп барайық. Осылардың енді сіздерге сырласатындай адам керек қой осы жаста. Осы сырыңызбен жарасып, бала шағаларыңыздың алдында ойнап күліп, біздерді қуандырып жүре беріңіз. Жолында болсын. Алғаның тілектерін Алла шұғырына салу тілегім келеді. Шынымен де үлкен мереке. Және де ең бастысы Жанболат аға